Алматы мемлекеттік сервис және технологиялар колледжінің 1-4-9 тобының студенттерінің ұйымдастырған отандастық тақырыбындағы челленджін қабыл алыңыздар. Отан дегеніміз не? Отан деген асылығым, отандастық. Ол отбасынан басталып, бүтін бір мемлекетті жұмылдырып тұрған ұлы күш. Еліміздің әрбір азаматы отан ұғымының отандастық қасиетіне бас иіп, оған адал қызмет етуге борышты. Отан сенің туып өскен жерің, кіндік қаның тамған жер, ата-анаң достарын. Отанға деген сүйіспеншілік сыйластықпен ұласа, ол адамның рухани деңгейінің биіктігі. Дегенмен де отанға деген сүйіспеншілік пен махаббат ата-анаға деген махаббатқа тең. Отан деген не? Отан деген сөзді біз бала кезімізден білеміз және күн сайын естіп жүрміз. Отан деген әр адамның туып өскен жері, туған туысқандары мен жақындарымен бірге тұратын ата мекені. Қазақ елінің адамдарының отаны ол Қазақстан Республикасы. Негізінен адамның бақытты өмір сүруі, жақсы өмір сүруі отанға деген сүйіспеншілігіне байланысты болады. Отанын сүйе білген адамда еңбекте, бақытта бәрі де болады. Отан десе, әр адамның жүрегі езіліп, жүрекке жылы сезінетіні мәлім. Кез келген ұлт өкілінің өз отаны бар. Отан үшін отқа түс кимейсің. Расында, өз отаның үшін жаныңды қисаң, ол үлкен абырой. Отан үшін жанын қиған адам өзі өлсе де тарихта мәңгі есімі қалады. Отан – бұл сөз әр адамның жанына жақын тиер сөз. Осы сөздің астарында қаншама мағына жатыр десеңізші. Отан – бұл біз тұрып жатқан жер. Отан деген сенің туып өскен, кіндік қамың тамған жер. Ата-анаң, досың. Отан – бұл біздің ата-әжеміз, әке-анамыз. Отан деген не? Отан деп отбасы мен ошақ қасын, ауасын жұтып, суын ішіп жүрген байлығы мол, қазыналы, кең байтақ жерімізді айтамыз. Отан тақырыбында қалам тербегендер өте көп. Осыған орай 1-4-9 тобының студенттерінің орындауында отан тақырыбындағы патриоттық өлеңдер. Бақытты болып жүргенім, сенің арқаң ол отан. Елім менің тірегім, құшағыңда гүл адам. Шығысыңнан арайлы күліп батқан құбатаң. Сенен бақыт тарайды баршамызға ұл отан. Сарқылмайтын қуатым, тірегімсің сен отан. Мәңгі соғып тұратын жүрегімсің сен отан. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбаттырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілімдедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген. Кім мақты десе біреу отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба? Ойланбай-ақ келдағы отан. Отан, сен болмасаң нетерем. Мәңгілікке бақытсыз боп өтерем. Құс ұясыз, жыртқыш үнсіз болмайды. Отансыз жан өмірінде оңбайды. Өзін өзі қорлайды да сорлайды. Тірі адамға сол қайғы. Білесің бе, отандық не екенін? Екі өлім жоқ әрине, екі өмір жоқ, екі отан жоқ, жалғыз отан екен. О туған жер кеңпейіл құшағың кен. Саған көңіл бұлқынар күш ағын мен. Сағынышымды қанат қып саған қарай, бала пандай талпынып ұшамын мен. Ала қаны анамның топырағын, сендік махаббатымның оты жалын. Сені қалай сүюдің керектігін мен ешқандай кітаптан оқымадым.